Барлықтарыңызға қайырлы күн, берекелі асхана арнасына қош келдіңіздер. Бүгін тез уақытта дайындалатын бауырсақтарды жасап үйренеміз, және де бұл бауырсаққа сыр қосылғандықтан өте ерекше дәмді болады. Ең алдымен ыдысымызға жылы сүтті және де бір жұмыртқаны саламыз. Оның үстіне жарты шай қасықпен тұзды саламыз, және де барлығын жақсылап араластырып алуымыз керек. Сосын егер сырымызды қатты болса, теркіден осылай қырғыштан өткізіп қосамыз, және де біз осындай укроптарды, яғни көк шөптерімізді қосып жақсылап араластырып алуымыз қажет болады. Бұл ас көктінде ерекше дәм береді, сондықтан да қосып жасап көріңіздер. Ұнды саламыз, екіге бөліп, және де қопсытқыштан жартысын салып жіберсек болады, яғни 10 грамм. Барлығын қолымызбен қамыр илеп аламыз. Жұмсақ қамыр болу керек. Қалған ұнды да саламыз. Сосын бетін жауып 5-10 минутқа тындыруға қоямыз. Уақыт өткен соң қамырымызды алып жайып аламыз. 5 мм көлемінде, және де видеодағыдай етіп кесіп алсаңыздар да болады. Немесе ирек сондай бауырсақ кесетін арнайы құрал болатын болса, олмен кессеңіздер де әдемі пісіп шыққан соң әдемі көрінетін болады. Барлығын видеодағыдай кесіп алып, және де біз майымызды қыздырып пісіріп ала береміз. Таңғы асқа да тез дайын болады, өте дәмді болады әрі. Жасап көруге кеңес беремін. Егер жасап жатсаңыздар ас болсын, арнама тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта менің арнамда бомба рецептер болады. Сол үшін арнама қазір жазылып қойыңыздар, егер жазылмаған болсаңыздар. Көптеген жаңа хит болып жатқан торттардың, пирожнилардың рецептісін бөлісетін боламын. Осымен біздің жеңіл әрі дәмді таңғы асымыз немесе түскі асқа, кешкі асқа дайындасаңыздар болады. Дайын болды. Жасап жатсаңыздар ас болсын.